Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді және де өте жұмсақ бір жасағаннан сәтті болып шығатын пончиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Шынын айтсам, бұл бір жасағаннан өте сәтті шығатын рецепт. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетіңіздер. Керек ингредиенттерді описаниеге жазып қойдым, қарасаңыздар болады. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа жылы сүт құямыз, оның үстіне ерітілген сары май құямыз, содан кейін тұз және де ашытқы саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін оның үстіне қант және де пончиктердің аз көптігіне қарай бір немесе 2 дана жұмыртқа саламыз. Содан кейін тағы да араластырып аламыз. Барлығы толық бір масса болғаннан кейін үстіне ұн сала отырып араластырамыз. Видеода көрсетілгенде қою масса болған кезде ұнның қалған бөлігін салып, жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Одан кейін 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін қамырды алып, жұқалап жайып аламыз. Қатты жұқа не қалың болуының қажеті жоқ. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрге жуық болса болады. Қамырды жайып болғаннан кейін осылай дөңгелек кескіштің көмегімен немесе стақанның көмегімен осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Дөңгелек етіп кесіп алғаннан кейін одан да кішірек қалыптың көмегімен пончиктердің ортасын кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін пищевой пленкамен жауып, тағы да 10 немесе 15 минутқа қойып қоямыз. Енді қызып тұрған майға салып, екі жағынан аударып отыра, толықтай пісіріп аламыз. Қарап тұрғандарыңыз дұрыс, себебі өте тез піседі, күйіп кетуі мүмкін. Піскен соң үстіне шоколад жағамыз. Шоколад маңызды емес, өз қалауларыңыз бойынша жақпасаңыздар да болады. Осымен пончики дайын. Бұл шынымен де өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын рецепт, сондай-ақ өте тез жасалады. Сіздерге видео ұнаса каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Сіздермен болған қырмызы астарыңыз дәмді болсын.